Немдерimiz ауырып қалса, Құдаймен ісіміз болып кетеді. Жақсы болып жазылып кетсе, болып кетеміз. Міне біздің пендешілігіміз осы жерде. Олай емес. Алла Тағаланы қаласаң ұстап, қаласаң тастайтын нәрсе емес. Алла Тағала бізді ұмытпай тұр ғой. Бізді ұмытпауымыз керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фазкуруни азкурукум вашкуруни ва такфурун. Ал-аят. Құран Кәрімде Алла Тағала сіздермен біздерге хабар берді. Сендер мені көп естерің алыңдар дейді. Мен сонда сендерді есім аламын деп Алла уәде. Көп зікір етіңдер, еске алыңдар, іске қосылыңдар. Мен сендерді есім аламын. Біз пендешілікпен жүре береміз, анау дейміз, мынау дейміз, ораза айында бәріміз ораза тұтып, керемет жақсы мұсылман болып қаламыз да, ораза біткеннен тағы мұсылман екенімізді ұмытып кетеміз. Той десе, арақсыз өткізгіміз келмейді. Басқа деді, мақтанғанда бірінші орында тұрамыз. Рия, жария жасап өзімізді көрсеткенге алдыға шығамыз. Бірақ ағайын туған туыс, Құдай бізді ұмытпайды. Қай уақытша болса да. Жарылқағысы келсе жарылқайды, жазалағысы келсе жазалайды бір күні. Сондықтан да Құдайдың жарылқауынан сіздер мен біздер айырылып қалмайық. Алланың бір мейірімді Рамазан айында оразамызды тұтып, тілеуімізді тілеп алайық. Бұл айда 1000 айдан да қадірлі қадір түн бар. 1000 айдан да Алланың кеңшілігін қараңыздаршы. Bir түнге бізге 1000 айдың сауабын хайыр берекетін тауып беріп тұр. Ол таң оразанға дейін жалғасады. Және ол түні, қадір түні, Алланың әмірімен әлемдегі періштелер жерге түседі. Пенде не сұраса, соны маған жеткізіңдер деді. Біздің тілеуіміздің барлығы тек періштелер арқылы қабыл болады. Ал біздің жақсы айтайық, жаман айтайық, періштелер әмин деп қойып, қазақтың айтатын сөзі осыдан шыққан. Сондықтан да ағайын туған туыстар, бұл Рамазанның берекетінен құр қалмайық. Ертең бала шағамыз ауырып қап, я болмаса ол қызымыз бір істі болып, бір жағдай болып қалса, Құдайға қайбетімізді сұраймыз Құдайдан. Басқа кезде Құдай есімізді алмаған, және сол кезде Құдайдан сұраймыз ба, қайбетімізбен сұраймыз. Құдайдан сұрайтындай бетіміз болу үшін, әрдайым Құдай қалбымызда, бойымызда, иманымызда болуы керек ағайын. Сондықтан да Құдай Қурайдың басында сынбайды деп қазақ бекер айтпайды. Әр күнімізді Алла Тағала қайырлы берекелі қылсын, оразаларымыз қабыл болсын. Оразаны Алланың разылығы үшін тұтуымыз керек. Тек Алладан жарылқау күтіп. Біз мысалы үшін Рамазан айында фитр садақа береміз ғой. Содан кейін пендешілікке басамыз. Біз фитр беріп қой, бүйттік қой деген әңгімелер басталады да. Жоқ, оған пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Кім Алла разылығы үшін фитр берсе, Рамазан айында ғана беріледі. Бірақ ай. Ол дейді, бір құлдықта жүрген адамды сатып алып, оны босатып жіберген бірдей сауап алады. Бір адамға өмірінің бас бостандығын сыйлау деген қандай қайырлы, қандай сауап. Сонда сіздерге нәсіп етеді. Ал енді біз жарияны айтып қойдық па, содан айырылып қалдық. Сондықтан да баршамыздың хайыр берекетін берсін. Оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазанның әр уақытының әр сәтін Алла Тағала баршамыздан нәсіп етсін.